Лохан жемісінің пайдасы мен ролы, яғни Лохангоның ролы. Жаң Тяньцзин Бейжің университеті бірінші шипаханасы Жоңжи бірлескен бөлімінің аға шипагері. Қант несеп ауруы, жоғары қан қысым, тәж тәрізді артерияның қатаюынан болған жүрек ауруы, тыныс алу жүйесіндегі аурулар, сондай-ақ иммунитеттік жүйе аурулары қатарлы ауруларды емдеу маманы. Лоханго тәтті, салқын райлы дәрілік қасиетке ие. Өкпені жуан ішекті емдеуге арналған. Ролы өкпені тазалап, жұтқыншақты жібітіп, қақырықты түсіріп, жөтелді тияды. Ішекті майдалап, жүргізеді. Лоханго өкпенің ыстығын тазалауға шебер, ішкенде қақырықты түсіреді және жұтқыншақты жақсартып, ауруды басады. Сондықтан жөтелді демікпені, жұтқыншақтың ауырғанын, дыбысы шықпай қалғанда емдеуге үнемі қолданылады. Лохангоның жұмсарту ролы бар, сондықтан ол ішекті майдалап дәретті жүргізеді. Әдетте ішектің құрғауын, іш қатуды емдеуге де қолданылады. Батысша дәрілікте диагноз қойылған шұғыл созылмалы кеңірдекше қабыну, жоғарғы тыныс жолы қабыну қатарлыларды қақырықтың өкпеге тосылуы деп айтады. Бадамша бездің жедел қабынуы, жұтқыншақтың жедел қабынуы, улы бактериялармен жұғымдалған науқастарға жатады. Үнемілік іш қататындар іш кепкен науқастарға жатады. Міне осындай жағдайлардың бәріне біз лоханго жемісін пайдалануымызға болады. Әдетте көмекей ауырғаны сияқты болса, мұндай жағдайда біз лохан жемісін жапырақтап тураймыз. Онан соң суға қайнатып, суыған соң жылыман күйінде әлсін-әлі ішіп тұрсақ болғаны. Лохангоның өкпені тазалап, жұтқыншақты жақсарту, қақырықты түсіріп, жөтелді тыю, ішекті майдалап, дәретті жүргізу ролы бар. Жөтел, демікпе, жұтқыншақ ауру, дыбыс шықпай қалу, ішек құрғау, іш қату қатарлыларды емдеуге болады.